Сен өзіңе өмірді өзгертемін деп алғаш рет уәде беріп отырған жоқсың. Ертеңнен емес, бір күн емес, дәл қазірден бастап шынайы өзгеремін деп талай рет ойлаған шығарсың. Жинақырақ, сабырлырақ, мықтырақ болуды, көбірек табыс табуды, кейінге қалдыруды доғаруды, босқа уақыт өткізуді тоқтатуды қаладың. Ішіңде бұлай әрі қарай жалғаса беруге болмайды деген сезім әлдеқашан пайда болған. Бірақ бір ай өтеді, тағы бір ай өтеді, жарты жыл өтеді. Әдемі жоспарлар мен өзіңе берген уәделерді алып тастасаң, шын мәнінде көп нәрсе өзгермейді. Бұл өте оғаш сезім. Сырт көзге өмір жалғасып жатқандай көрінеді. Күндер бос емес, бірден естисің, адамдармен араласасың, ойланасың, бейне көресің, кейбір нәрселерді түсінесің. Бірақ ішіңде ауыр сезім бар. Уақыт өтіп жатыр, ал сен орныңнан қозғалмағандайсың. Өмір алға жылжып барады, бірақ сен онсыз қалып қойғандайсың. Ең қиыны бұл күйді өзгелерге түсіндіру оңай емес. Өйткені сырттай қарағанда бәрі қалыпты көрінеді. Ал сен өзің жақсы білесің, қалыпты деген шын мәнінде өмір сүріп жатырмын деген сөз емес. Қалыпты деген бәрі дұрыс бағытта дегенде емес. Қалыпты деген армандаған жеріме жақындап келемін дегенді білдірмейді. Адамға бір қарапайым шындықты мойындау қиын, өмір көбіне бір сәтте күйремейді. Ол баяу тоқырайды. Бұл бір күнде де, бір ғана шешімнің кесірінен де болмайды. Барлығы өте тыныш басталады. Сен қайта-қайта қажет нәрсенің орнына үйреншікті жолды таңдайсың. Қиын әңгімені кейінге қалдырасың. Маңызды істі ертеңге ысырасың. Ескі әдеттен бас тартпайсың. Тағы бір күнді назарсыз өткізесің. Сосын тағы бір күнді. Сырттай қарағанда мұның бәрі ұсақ нәрсе сияқты көрінеді. Бірақ жылдар дәл осы ұсақ нәрселерден құралады. Сондықтан көптеген адамдар бір күні өз өміріне қарап, мен бұл жерге қалай келіп қалдым деп таңырқайды. Бір кезде армандары, күш-қуаты, өзін өзгертуге деген құлшынысы болған. Ал қазір ішінде қозғалыстан гөрі шаршау басым. Жауабы көбіне жағымсыз болады. Ештеңе кенеттен болған жоқ. Тек сенің ескі болмысың тым ұзақ уақыт бойы өміріңді басқарып келді. Көп адам өзіне тәртіп жетіспейді, жолы болмай жүр немесе дұрыс уақыт әлі келген жоқ деп ойлайды. Кейде расымен солай болуы мүмкін. Бірақ бұл мәселенің тек беткі қабаты. Тереңіректе басқа себеп жатыр. Адам әлдеқашан таңдау арқылы емес, қайталау арқылы өмір сүре бастаған. Бұл екеуі бірдей емес. Таңдау саналы қатысуды талап етеді. Ал қайталау өздігінен іске аса береді. Сен таңертең оянғанда жаңа күнді жаңадан құрмайсың. Шын мәнінде кешегі күніңді жалғастырасың. Кешегі көңіл күймен, кешегі ойлармен, сол бір ішкі жолдармен. Күйзеліске бұрынғыдай жауап бересің. Шешілуі тиіс мәселелерден бұрынғыдай қашасың. Мұны есту көп адамға ұнамайды. Өйткені бәріміз өзімізді өте саналы өмір сүріп жатырмыз деп ойлағымыз келеді. Күн сайын шешім қабылдап, өзгеріп, өмірімізді басқарып жүрміз деп сенеміз. Ал шындықта өміріміздің өте үлкен бөлігі автоматты түрде өтеді. Бұл туралы психологтар да, әдеттердің табиғатын зерттеген авторлар да көп жазған. Чарльз Дахиг әдеттің күші атты кітабында адамның мінез-құлқы кездейсоқ емес екенін түсіндіреді. Әрбір әдеттің өз циклі бар: белгі, түрткі, әрекет, марапат және қайталау. Қайталанған сайын ол қалыпты нәрсеге айналады. Кейін оны тіпті байқамай да қаласың. Сөйтіп сен өмір сүріп жүргендей көрінесің, бірақ күнделікті әрекеттеріңнің жартысын өзің саналы түрде таңдамаған боласың. Сен тек бұрыннан таныс нәрсені қайта-қайта қайталайсың. Джеймс Клир бұл ойды басқа қырынан түсіндіреді. Адам өз мақсаттарының деңгейіне көтерілмейді. Ол өз жүйесінің деңгейіне дейін төмендейді. Бұл өте күшті ой. Өйткені ол өзімізді алдауды бірден әшкерелейді. Көпшіліктің мақсаттары өте әдемі: арықтау, мықты болу, қорқынышты жеңу, көбірек ақша табу, ішкі тыныштыққа жету, жаңа деңгейге көтерілу. Мұның бәрі жақсы естіледі. Бірақ мәселе басқа жерде. Мақсат болашақта өмір сүреді. Ал жүйе бүгін өмір сүреді. Егер бүгінгі күннің кешегіден еш айырмашылығы болмаса, ертең де жаңалық әкелмейді. Тек түсіну ғана ештеңені өзгертпейді. Тіпті бұл ең қауіпті тұзақтардың бірі. Адам әсерлі ой естиді де өзін жеңіл сезінеді. Кітап оқиды да өзін өскендей қабылдайды. Бір талдауды көреді, өзін танып, қатты әсер алады. Сол сәтте миы өзгеру басталып кетті деген жалған сезім береді. Бірақ шын мәнінде ештеңе басталған жоқ. Әрекетсіз қалған түсінік адамның өзін уақытша жұбатуы ғана. Сен бір сағат бұрынғы өзіңнен сәл өзгеше сезінуің мүмкін. Бірақ егер содан кейін сенің күніңде де, әрекеттеріңде де, күнделікті өмір салтыңда да ештеңе өзгермесе, онда өміріңде өзгермейді. Егер өмірге деген көзқарасың мен күнделікті әрекеттерің өзгермесе, онда бәрі бұрынғы қалпында қалады. Көптеген адамдар жылдар бойы бір тұзақта өмір сүреді. Олар көп нәрсені түсінеді, бірақ өте аз нәрсені өзгертеді. Олар қорқыныш, тәртіп, ақша, қарым-қатынас, өмірдің мәні, ішкі күш туралы өте жақсы сөйлей алады. Тіпті өзгелерге пайдалы кеңес те береді. Бірақ өз өмірі сол қалпында қалады. Неге? Өйткені түсіну мен өзгеру екі бөлек нәрсе.
Сен өз мәселеңді өте дәл сипаттай аласың, бірақ сонымен бірге оны күн сайын өз қолыңмен жалғастыра беруің мүмкін. Стоик философтары, әсіресе Эпиктет, бір маңызды ойды қайта-қайта айтқан: адамды өмірдің өзі емес, өз өмірін ішкі бақылаусыз өткізу әдеті құртады. Қанша жерден жағдайға, адамдарға, уақытқа, елге, өткен өміріңе немесе қолдаудың жоқтығына шағымдансаң да, қазіргі өміріңнің дәл осылай болып қалуына өзіңнің қалай үлес қосып жүргеніңді көрмейінше ештеңе өзгермейді. Бұл ауыр, тіпті ренжітетін сөз болып естілуі мүмкін. Бірақ ол шындық. Себебі бұл ойдың ішінде тек ауырлық қана емес, шығатын жолда бар. Егер тоқырауыңды өзің қолдап жүрсең, демек оны тоқтатуға да өзіңнің күшің жетеді. Тағы бір жағымсыз шындық өте қарапайым. Адам көбіне білімнің жетіспеуінен емес, қайта-қайта қайталанатын мінез құлқының кесірінен бір орында қалады. Сен өміріңнен нені алып тастау керегін әлдеқашан білесің. Өзіңе қай жерде өтірік айтып жүргеніңді де білесің. Қандай әрекеттер сені күшейтетінін, ал қайсысы әлсірететінін де білесің. Өзіңді қай кезде құрметтейтініңді, ал қай кезде үнсіз ұялып, өзіңе ренжитініңді де жақсы түсінесің. Мәселе сенде жол картасының жоқтығында емес. Мәселе сенің күн сайын сол жолмен жүрмейтініңде. Адам ұзақ уақыт бір күйде өмір сүрсе, бірте-бірте сол күйді өзінің болмысы деп қабылдай бастайды. Міне, ең қауіпті жері осы. Қазір осындай кезеңнен өтіп жүрмін деудің орнына, мен осындай адаммын дейді. Өзімді қараусыз қалдырдым деудің орнына, мен бастаған ісімді ешқашан аяқтамаймын дейді. Ырғағымды жоғалттым деудің орнына, менде мінез жоқ дейді. Осындай ауыстырулар адамның алға жылжуын қорқыныштың өзінен де қатты тежейді. Өйткені әдетті өзгертуге болады. Ырғақты қайта қалпына келтіруге болады. Жүйені қайта құруға болады. Бірақ егер әлсіздігіңді өз тұлғаңның ажырамас бөлігі деп сеніп қалсаң, онда өзгеруге талпынуды да қоясың. Сондықтан алғашқы қадам мотивация емес. Дүйсенбіден бастап жаңа өмір бастауда емес. Өзіңе әдемі уәде беруде емес. Алғашқы қадам өміріңнің тағдырға емес, қайталанатын әрекеттерге сүйеніп тұрғанын көру. Сен қайта-қайта не істейсің? Қандай ұсақ нәрсеге мән бермейсің? Ненің өзгермей қалуына рұқсат бересің? Өзіңнен қандай әрекеттерге үнсіз төзе бересің? Адам өмірім неге өзгермейді деп ойлаған сайын, ол осы жағдайдың алдында әлсіз болып қала береді. Ал оның қалай жұмыс істейтінін түсінген кезде, бәрі тылсым құбылыс емес, өте қарапайым механизм екені көрінеді. Сен кездейсоқ бір орында тұрған жоқсың. Сен күн сайын қазіргі өміріңді өз әрекеттеріңмен сақтап келесің. Кейде қорқыныштан, кейде шаршағандықтан, кейде назардың шашырауынан, кейде жай ғана әдеттің күшімен. Бірақ бәрібір сол өмірді қолдап жүрсің. Мәселенің түп төркіні де осында. Өмір бір ғана әсерлі ойдан сирек өзгереді. Бірақ адам кейін деген қиялын романтикаландыруды тоқтатып, қазір деген шындыққа адал қараған сәтте өзгеріс басталады. Армандарына емес, ниеттеріне емес, болашақта қандай адам бола алатынына емес. Күн сайын қайталайтын әрекеттеріне қарауы керек. Өйткені дәл сол әрекеттер оның шынайы өмірі. Тағы бір жағымсыз, бірақ маңызды шындық бар. Ішіңде өзгергің келмейтін бір бөлігің де бар. Бұл өзіңді жек көргеннен емес. Бұл ақымақтықтан да емес. Бұл психиканың қорғаныс механизмі. Кез келген шынайы өзгеріс үйреншікті аймақтан шығу. Ал адамның миы үшін үйреншікті нәрсе көбіне қауіпсіздікпен тең. Тіпті ол өмір саған ұнамаса да. Тіпті өз мүмкіндігіңнен төмен өмір сүріп жүргеніңді сезсең де. Парадокс мынада. Ми өмірдің сапасын емес, оның қаншалықты таныс екенін бағалайды. Егер бір сценарийді қайта-қайта бастан кешірсең, ол сен үшін қалыпты жағдайға айналады. Ал қалыпты нәрсе енді қорқыныш туғызбайды. Керісінше, сол қалыптан тыс кез келген нәрсе қауіп сияқты қабылданады. Зигмунд Фрейд қорғаныс механизмдерін психиканың тұрақтылықты сақтау тәсілі ретінде сипаттаған. Адам әрдайым өзіне саналы түрде өтірік айтпайды. Ол тек ішкі мазасыздықпен бетпе-бет келмеу үшін шындықты өзіне ыңғайлы етіп түсіндіреді. Мысалы, қазір қолайлы уақыт емес. Алдымен бәрін реттеп алайын. Қуатым көбейгенде бастаймын. Сырттай қарағанда бұл сөздер өте қисынды естіледі. Бірақ көп жағдайда бұл жай ғана жағымсыз әрекетті кейінге қалдырудың амалы. Шынын айтқанда, адамдардың көпшілігі маңызды шешімдерді олардың қиын болғаны үшін емес, жағымсыз болғаны үшін кейінге қалдырады. Мысалы, жаттығуды бастау жағымсыз. Өзіңді шектеу жағымсыз. Көптен бері ойыңда жүрген маңызды әңгімені бастау жағымсыз. Алға жылжытатын жұмысты отырып істеу, жай ғана күнді өткізу үшін емес, нақты нәтиже үшін еңбек ету жағымсыз. Ми мұндай нәрселерден автоматты түрде қашуға тырысады. Ол саған жеңілірек жолдарды ұсынады. Тағы біраз ойланып көр. Тағы бір кітап оқы. Әлі де дайындал. Тағы бір рет тексер. Әлі де бәрін таразылап көр. Сырттай қарағанда бұл өзіңмен жұмыс істеп жатқандай көрінеді. Ал шын мәнінде бұл көбіне ойдың ішінде шеңбер бойымен қайта-қайта жүгіру ғана. Марк Менсон осы мәселені өте дәл сипаттаған.
Адам өз өмірін шексіз талдай алады, бірақ одан өмірі өзгере қоймайды. Талдау адамға бақылау бар сияқты сезім береді. Ал әрекет қана шынайы өзгеріс әкеледі. Екеуінің айырмашылығы өте үлкен. Сен сағаттап өзіңнің неге жетістікке жете алмай жүргеніңді талдай аласың. Өткеніңді еске түсіресің. Себеп іздейсің. Өзіңді басқалармен салыстырасың. Әртүрлі болжам жасайсың. Кейде мұның пайдасы бар. Бірақ бір сәттен кейін бұл тұзаққа айналады. Сен әрекет етудің орнына ойлай бересің. Ал неғұрлым көп ойлаған сайын бастаудың өзі соғұрлым қиындай түседі. Өйткені санаңда тым көп мүмкіндік, тым көп күмән, тым көп егер пайда болады. Мұны саналы болудан туған салдану деп атауға болады. Сен бұрынғыдан көбірек түсіне бастайсың. Қателіктеріңді көресің. Қайталанатын әдеттеріңді байқайсың. Қай жерде уақытыңды жоғалтып жүргеніңді түсінесің. Бірақ бұл білім әрекетке айналмайды. Ол тек бақылау деңгейінде қалып қояды. Бір кезде адам өз өмірінің қатысушысы емес, көрерменіне айналады. Ол бәрін көреді. Бәрін түсінеді. Бірақ ештеңеге араласпайды. Тағы бір маңызды нәрсе бар, көпшілік соған мән бермейді. Сен қазіргі өміріңе тек қорыққандықтан ғана емес, одан белгілі бір пайда көргендіктен де үйреніп қаласың. Бұл пайда әрдайым айқын бола бермейді. Кейде ол жағымсыз болса да бәрібір пайда. Мысалы, егер сен өміріңде үлкен өзгерістерді бастамасаң, өзіңнен жауапкершіліктің бір бөлігін алып тастайсың. Әлі бастамаған болсаң, жеңіліп те үлгермейсің. Жаңа өмірге қадам баспаған болсаң, сені ешкім шынайы бағалай алмайды. Әлі әрекет етпеген кезде өзіңе қаласам, міндетті түрде қолымнан келер еді деп айту оңай. Бұл өте жайлы елес. Ол адамның өзін-өзі бағалау сезімін қорғайды. Тағы бір қарапайым себеп бар. Үйреншікті өмір салты аз күш жұмсауды талап етеді. Сен күніңнің қалай өтетінін алдын ала білесің. Жаңа нәрсеге бейімделудің қажеті жоқ. Қиналудың қажеті жоқ. Қайта үйренудің қажеті жоқ. Бұл өмір сені өсірмесе де саған таныс. Ал ми энергияны үнемдеуді жақсы көреді. Кез келген өзгеріс қосымша күш пен энергияны талап етеді. Сондықтан ақыл ойың өзгергісі келгенімен миың соңына дейін қарсылық көрсетеді. Көп адам өзіне мотивация жетіспейді деп ойлайды. Бұл өте ыңғайлы түсініктеме. Бірақ мәселе онда емес. Мотивация тұрақты болмайды. Бүгін бар. Ертең жоқ. Егер өміріңді үнемі өзгеріп тұратын көңіл күйге сүйеніп құрсаң, өміріңде тұрақсыз болады. Шындық мынада. Мәселе мотивацияда емес. Мәселе мотивация болмаса да жұмыс істейтін мінез-құлық жүйесін қалыптастырмағаныңда. Осы жерде тағы бір қате пайда болады. Адам күрт өзгерісті күтеді. Бір күні бәрі өзгереді деп сенеді. Кенеттен күшті ынта келеді. Энергия пайда болады. Барлық жағдай мінсіз болады. Содан кейін ғана өмірім өзгереді деп күтеді. Бірақ өмірде бұл өте сирек болады. Ондай қысқа мерзімді шабыт келгеннің өзінде ол тез жоғалады. Өйткені оны қолдайтын жүйе жоқ. Нағыз өзгерістер көбіне секіріс емес. Олар көзге байқалмайтын кішкентай өзгерістерден басталады. Бір әрекет жасайсың. Сосын тағы қайталайсың. Тағы қайталайсың. Ешқандай даңғаза уәде жоқ. Бүгіннен бастап жаңа өмір басталды деген сезімде болмайды. Тек қайталау ғана бар. Алғашында мұндай ұсақ әрекеттер ештеңені өзгертпейтіндей көрінеді. Бірақ уақыт өте келе дәл солардың сені алға жылжытып жатқанын түсінесің. Мәселе мынада. Мұндай өзгерістер бірден марапат бермейді. Күшті эмоция болмайды. Мен мүлде басқа адамға айналдым деген әсерде болмайды. Тек бір ғана факт болады. Сен жоспарлаған ісіңді орындадың. Сосын тағы орындадың. Тағы да орындадың. Миға мұндай өмір қызықсыз көрінеді. Өйткені ол тез ләззат пен оңай алаңдаулардан алатын үйреншікті дофаминді алмайды. Сондықтан ми сені қайтадан бұрынғы, жеңіл әрі жайлы өмірге қайтаруға тырысады. Егер мұны түсінбесең, қайтадан мотивациям жоғалып кетті деп ойлайсың. Ал шын мәнінде сен табиғи қарсылыққа тап болдың. Сен үйреншікті мінез құлқыңнан шыққан сайын, мұндай қарсылық әрдайым болады. Бұл сенде бірдеңе дұрыс емес деген сөз емес. Бұл психика мен ми бұрынғы жүйені сақтап қалуға тырысатын табиғи құбылыс. Осы жерде тағы бір қарапайым, бірақ маңызды ой бар. Сенің тығырыққа тірелуіңнің себебі шығатын жолдың жоқтығы емес. Сен әр жолы өзгеруге мүмкіндік туған кезде, бұрынғы таныс жолды қайта таңдағаның үшін сол жерде қалып қоясың. Өзгеруге мүмкіндік туған сайын, сен қайтадан бұрынғы үйреншікті өмірге ораласың. Кейде мұны өзіңде байқамай қаласың. Кейде мұны ақылға қонымды шешім деп қабылдайсың. Кейде өзіме қамқорлық жасап жүрмін деп ойлайсың. Бірақ нәтижесі біреу ғана, сен сол орныңда қала бересің. Мұны байқамай жүргенде өмірім дұрыс қалыптаспай жатыр деп ойлайсың. Ал мұны көре бастағанда бәрі айқын болады. Өмірің күн сайын қалай өмір сүрсең, дәл солай қалыптасады. Егер осы уақытқа дейін айтылғаның бәрін бір ғана ойға сыйғызсақ, ол мынадай. Сенің өміріңнің өзгермеуінің себебі жолыңның болмауы емес. Себебі сен күн сайын бір сценарийді қайта-қайта қайталап жүрсің.
кейде оны байқамайсың. Кейде қазір бәрі қалыпты, кейін шешемін деген сылтаумен өткізесің. Кейде ол әдетке айналғандықтан оны таңдау деп те қабылдамайсың. Бірақ қорытынды өзгермейді. Сен бұрынғы нүктеде қала бересің. Осындай кезде көп адам күрделі жауап іздей бастайды. Жаңа жүйе, жаңа стратегия, жаңа идея. Өмірімді түбегейлі өзгертетін бір нәрсе бар шығар деп ойлайды. Бірақ бұл тағы бір тұзақ. Сен мәселені ақпарат деңгейінде шешкің келеді. Ал мәселе әлдеқашан мінез-құлық деңгейінде жатыр. Шын мәнінде саған тағы бір теория қажет емес. Тағы бір түсіндірме де қажет емес. Қозғалысты бастау үшін керектінің бәрі сенде бар. Мәселе не істеу керегін білесің бе дегенде емес. Мәселе көңіл күйің болмаса да, қуатың болмаса да, ешкім көріп бағаламаса да, соны істеуге дайынсың ба? Өзгеріс мотивация келген сәтте басталмайды. Өзгеріс мотивация болмаса да әрекет жасаған сәтте басталады. Бұл өте нәзік, бірақ шешуші айырмашылық. Сен дұрыс көңіл күйді күткен сайын соған тәуелді болып қаласың. Ал көңіл күйге қарамай әрекет ете бастағанда өміріңді өзің басқара бастайсың. Тағы бір маңызды нәрсе. Бүкіл өміріңді бір күнде өзгертемін деген иллюзиядан арыл. Мұндай әрекет көбіне бұрынғы жағдайға қайта оралумен аяқталады. Өйткені бұрынғы өмір салтың мен жаңа талаптардың арасындағы айырмашылық тым үлкен. Психика мен жүйе мұндай қысымды көтере алмайды. Бірнеше күннен немесе аптадан кейін бұрынғы әдеттерге қайта ораласың. Ал бұл өзіңе деген сенімді одан әрі әлсіретеді. Басқа қағида әлдеқайда тиімді. Ертеңде қайталай алатын ең кішкентай әрекетті таңда. Мінсіз әрекет емес. Ерлік емес. Қайталанатын әрекет. Арнайы шабытты қажет етпейтін әрекет. Сені сындырмайтын, бірақ алға жылжытатын әрекет. Бұл сенің қазіргі жағдайыңа байланысты кез келген нәрсе болуы мүмкін. Жаттығу жасау. Жұмыс істеу. Жаңа дағды үйрену. Қаржыңды реттеу. Ойыңды жинақтау. Маңыздысы әрекеттің өзі емес. Маңыздысы оны күн сайын қайталау. Алғашында бұл тым қарапайым болып көрінеді. Тіпті оған мән бергің келмейді. Мұндай ұсақ нәрсе өмірімді өзгерте алмайды деп ойлайсың. Бірақ адамдар дәл осы жерде қателеседі. Олар күрделі нәрселерге сенеді. Ал қарапайым нәрсенің күшіне сенбейді. Шын мәнінде бүкіл өмір қарапайым әрекеттердің қайта-қайта орындалуынан құралады. Тағы бір маңызды қағида бар. Сен өміріңді жаңа нәрсе қосқанда емес, ескі нәрсені қолдауды тоқтатқанда өзгертесің. Бұл қарапайым болып естіледі. Бірақ адамдардың көбі дәл осылай ойламайды. Олар дамуды өзін тежеп тұрған ескі жүйенің ішіне сыйғызуға тырысады. Сондықтан жаңа әдет бірнеше күн ғана өмір сүреді. Ал ескі әдеттер өзгермегендіктен бәрі қайтадан бұрынғы қалпына келеді. Артық нәрселерден арылсаң, бәрі жеңілдейді. Бәрін бір уақытта өзгертудің қажеті жоқ. Бір ғана нәрседен баста. Сені артқа тартып тұрған бір нәрседен бастар. Баяғыдан бері аяқталмай жүрген бір істі аяқта. Көптен кейінге қалдырып жүрген бір әрекетті жаса. Ертең тағы қайтала. Келесі күні тағы қайтала. Сосын тағы. Бір күні өзгеріс сезіле бастайды. Ол күрт болмайды. Драмалық та болмайды. Бірақ сен өз өміріңді басқара бастағаныңды сезінесің. Бұл бақылау әлі кішкентай болуы мүмкін. Бірақ ол шынайы. Және ол кез келген мотивациядан әлдеқайда маңызды. Өйткені мотивация келеді де кетеді. Ал бақылау сезімі біртіндеп нығая береді. Стоиктер өте қарапайым бір шындықты айтқан. Сенің бақылауыңда болатын жалғыз нәрсе өз әрекеттерің. Қалғанның бәрі екінші орында. Адамдар көбіне алдымен нәтижені өзгерткісі келеді. Сосын эмоцияларын. Сосын сыртқы жағдайларын. Бірақ бұл кері жол. Нәтиже әрекеттің салдары. Эмоция әрекетке берілген жауап. Ал жағдай өзгеріп тұратын фактор. Сенің тікелей қолыңда тұрған жалғыз нәрсе бүгін не істейтінің. Осыны сөз жүзінде емес, күнделікті әрекет арқылы түсінген кезде өмірге деген көзқарасың түгел өзгереді. Сен күтуді тоқтатасың. Бәрі өздігінен реттеледі деген үміттен бас тартасың. Мінсіз уақытты іздеуді қоясың. Қолыңда бар нәрсемен жұмыс істей бастайсың. Бұл мінсіз өмірге дайындалғаннан әлдеқайда көп нәтиже береді. Тағы бір шындық бар. Бұл жол оңай болмайды. Себебі сен әлсіз болғандықтан емес. Себебі сен өзіңнің бұрынғы өмір сүру жүйеңе қарсы әрекет етіп жатырсың. Ал ол жүйе сені қайтадан бұрынғы қалпына тартуға тырысады. Шаршау арқылы. Күмән арқылы. Бүгін өткізіп жіберсем де болады деген ой арқылы. Бұрынғы таныс өмірге қайта оралғың келетін сезім арқылы. Мұның бәрі қалыпты жағдай. Бұл тоқтау керек деген белгі емес. Бұл сенің үйреншікті шекараңнан шыға бастағаныңның белгісі. Дәл осы жерде көп адам тағы бір қателік жібереді. Олар ішкі қарсылықты мен дұрыс істемей жатырмын деген белгі деп қабылдайды. Ал шын мәнінде бәрі керісінше. Егер ешқандай қарсылық болмаса, онда сен бұрынғы жайлы аймағыңнан шықпағансың. Өсу әрқашан дерлік ішкі күреспен қатар жүреді.
Осы уақытқа дейін айтылғанның бәрін бір ғана қатаң сөйлеммен айтуға болады. Сенің өмірің өзгермейді, өйткені сен оған күн сайын бұрынғыдай болып қалуға мүмкіндік беріп жүрсің. Бұған жағдайда кінәлі емес. Айналаңдағы адамдар да емес. Өткен өміріңде емес. Бұл өзің. Өз әрекеттерің арқылы. Қайталанатын әдеттерің арқылы. Осы жерде ешкім сен үшін қабылдай алмайтын таңдау пайда болады. Бірінші жолы осы бейнені жауып, бәрін түсінгендей болып, бірақ ештеңені өзгертпей бұрынғы өміріңді жалғастыру. Бұл ең көп кездесетін таңдау. Сонда бір жылдан кейін осы сөздерді тағы да тыңдап отырып, өзіңді қайтадан танисың. Бірақ екінші жолда бар. Бастапқыда ол әлдеқайда қиын әрі жағымсыз. Бірақ шын мәнінде нәтиже беретін жалғыз жол осы. Бір ғана әрекетті таңда. Сосын оны көңіл күйіне қарамай қайталай бер. Оны ойыңда қайта-қайта талқылама. Шексіз талдай берме. Жай ғана орында. Сосын тағы орында. Тағы да орында. Уақыт өте келе сен бұрынғы әдеттеріңнің ішінде өзіңді танымай қаласың. Бір күннің ішінде мүлде басқа адамға айналғаның үшін емес. Кеше болған адам болып қалуды тоқтатқандықтан. Міне дәл сол сәттен бастап өмірің шын мәнінде өзгере бастайды.